Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз жақта үлкен жиындарда көп жасалатын май самса дайындайтын боламыз. Келіңіздер, менімен бірге дайындаңыздар. Алдын ала қамырын дайындап алдым мен. Қамырына 1 жұмыртқа, 3 ас қасық сұйық май, тұз дәміне қарай және су құйып қамыр елеп алдым. Осындай домалақ қамыр болды менде. Ол қамырымызды 15-20 минут, жарты сағат демалдырып қоямыз. Және демалғаннан кейін оны жайып шығамыз. Осындай домалақ жайып шығамыз. Енді оны кесеміз. Мантыға кескендей қып кесеміз. Видеода тоже көрсетіп тұрмын. Осылай кесіп аламыз. Бірақ кубик тәрізді қып емес. 4 бұрыш дейді ғой, сондай қып кесеміз. Қатты майда қып та кесіп жібермеңіздер. Енді салмасын мен алдын ала дайындап алдым. Салмасына картоппен пюре дайындап алдым. Және қазір көктемде күшті болып шығатын, арықтың бойында өсетін, құдықтың шетінде өсетін жалбыз бар. Соны майда бірінші жуып, оны майдалап, тазалап турап алдық. Және пюремізге қосып, салмасын дайындап қойдым. Ол суып тұр менде салмасы. Енді осылай кесіп жаттым. Видеода қарап көрсеңіздер болады. Сіздер осындай самса жасайсыздар ма? Жасасаңыздар комментарийда жазып кетіңіздер. Мен бәрін оқып қарап отырамын. Осылай жақсылап әдемі қылып жайып, әдемі қылып кесіп, енді әдемі қылып форма кесеміз. Мына қарап тұрыңыздар. 4 бұрыш, кубик тәрізді емес. Жақсылап кесіп дайындап аламыз. Қамыр жайып жатқан кезде қыздар, тереземіз ашық болмасын, қамырымыз қатты болып қалады, кеуіп кетеді дегендей. Осылай бәрін кесіп дайындап алдық. Қамырларымыз дайын. Енді оны жаямыз. Міне салмасы менде су дайын болып тұр. Сіздер қалауларыңызға қарап, етпен де дайындасаңыздар болады. Ет пиязбен алдын ала кішкене пісіріп жібереміз, етті қуырып. Осылай дайындап алдық. Қамырларымызды жайып алдық және салмасын салдық. Мен бір пиалаға су дайындап қойдым. Шетіне сулап самсамызды бөгіп шығатын боламыз. Мінекей, осылай бізде үлкен жиындарда көп жасалады. Осындай май самса деп айтамыз. Осылай әдемі болып тұрады. Бұны берекелі самса деп атасақ та болады. Осылай самсамыздың формасын дайындалдық. Енді бүгіп шықтық. Өте молынан шығатын самса бұл. Мен 3 картоппен пюре жасадым. Сіздер қалауларыңызға қарап, начинкасын өзгерсеңіздер де болады. Мінекей дайындап алдым. Және осы кезде газға майымызды құйып дайындап аламыз. 2 шетін қызартып пісіріп аламыз. Мінекей дайын болып шықты. Ас болсын. Видеоны соңына дейін қарап көргендеріңіз үшін рахмет. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар. Мінекей іші ауыз ашқанда әдемі болып тәтті қылып жеп алдық. Ас болсын.